Ал сен Майнкрафтта осындай шиттер бар екенін білдің бе? Ал егер білмеген болсаң, видеоны до конца көріп, лайк басып тіркел екен. Достар, бұнда читтер ешқандай да, яғни тиусурпак, мод немесе андай чит бірдеңе емес. Бұл деген кәдімгідей Майнкрафттың өзінде бар. Ешқандай чит емес, короче. Смело жасасаңыздар болады. Выживанияда да креативте жасасаңыздар болады. Короче, бізге ол үшін так, короче, флаг керек. Негізі бұны көбілеріңіз білмеуіңіз мүмкін. Майнкрафттағы. Короче, бізге осындай ткацный станок керек. Бұл деген көбінесе ауылдарда болуы мүмкін, немесе болмаса жасап алуымызға болады. Осын бізге флаг керек, походу оны да жасап алуға болады. Осын бізге әртүрлі, мысалға көк, там оранжевый әртүрлі заттар, флагтарды бүйтіп ала салайық. Сосын бізге алғаннан кейін так шит керек. Так шиттің өзі керек. Қолымызға ұстайық. Осын бізге бояулар керек. Мына яғни мына флагтарды әртүрлі түсті бояу үшін көрсетемін. Ақ ала салайық, там қара, қызыл, оранжевый ала салайық, допустим. Осын мынаны бүйтіп қоямыз, короче. Сосын флагты қойып, там қара түсті алайық. Короче, әртүрлі өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты әдемілейсіздер. Сосын достар, біздер флагты жасап болғаннан кейін, достар, біз сосын короче лайфхак, короче тиктоктан немесе инстаграмда, ютубта, короче флаг Майнкрафт бірдеңе деп әдемілеп жазсаңдар, сіздерге осындай идеялар көрсетеді, там қалай жасау керек деген сияқты. Енді біз шитті алып, мына екеуі бүйтіп қоса саламыз, просто бізде шит пайда болады, короче, қараңдар достар, өте әдемі. Мынау негізі шит қой, оны бір түрлі көрінбей тұр, короче, негізі шит емес, короче, андай коронаның заты ғой негізі. Міне корона негізі каспитіне қағысы негізі бұл достар корона, просто қатты көрінбей тұр. Не осындай, короче, флагты шитқа біз қондыруға болады. Онысы лайк басып тіркелек, пайдалы болса достар. Негізі осыны достар, көп видео шықпай кетті, енді мен деген короче азалық бір түрлі салмай кеттім. Кешірім сұраймын, лайк басып тіркеліп актив көтеріп жіберейік.